Ассалаумағалейкум қазағымның апалары, келіндерім, қыздарым, сіздерді 8 март әйел қыздар күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, таусылмас бақыт тілеп отырып, ата-бабаларымыздың ақ батасын беремін. 8 март таң мезгілі болғанда бөденедей жорғалап, қырғауылдай қорғалап, көк бөрідей секіріп, Қыдыр баба келсін қастарыңызға. Денсаулықтарыңыз зор болсын, дастархандарыңыз мол болсын, қайда барсаңыз да алдарыңызда жарқыраған жол болсын. Армандарыңыз өзі келіп сізге қол берсін. Ұлдарыңыз үбірлі болсын, қыздарыңыз шүбірлі болсын, жақындарыңыз көп болсын, дұшпандарыңыз жоқ болсын. Жақсы келсін қастарыңызға, нұр жаусын басыңызға. Пайғамбардың қасиетін берсін, байдың дәулетін берсін, қызығын әулетін көре берсін. Таңыңыз азанды болсын, үйіңіз қазанды болсын, ойыңыз көсем болсын, сөзіңіз шешен болсын. Талмайтын талап, самғайтын қанат, баянды бақыт, ұзақ өмір 100 жас берсін. Аттарыңыз тұлпар болсын, құстарыңыз сұңқар болсын. Аталарыңыздың иықтысы болыңыздар, аналарыңыздың сүйіктісі болыңыздар. Жүздеріңіз нұрлы болсын, тілдеріңіз жырлы болсын, жүректеріңіз сырлы болсын, өнерлеріңіз 8 қырлы болсын. Алтайы қызыл түлкідей қыран бүркітке алдырмаңдар, құмайы тазыға шалдырмаңдар, арғымақтай аңқылдаңдар, тау табысындай саңқылдаңдар, ақ алмастай жарқылдаңдар. 1001 атты пәледен, 101 атты қатерден, көздің көзінен, тілдің тілінен, дуакештердің дуасынан, қарауыз әйелдің өсегінен Аллам өзі сақтасын. Үйдегін үйде, түздегін түзде, айдан аман, жылдан есен етсін. Алла сіздерді қолдасын, қақтағалам әрдайым қорғап жүрсін. 8 март әйел қыздар мерекелеріңіз құтты болсын. Аумин, Аллаху акбар.